Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы, Таскескен ауылы, Үржар колледжі коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Номер 93 топ кураторы Аскарбаева Жанат Курмангалиевна. Бүгінгі тәрбие сабағымыздың атауы «Жаңғыру жолы, елдіктің бастауы». Сабағымыздың мақсаты елбасының Қазақстан халқына жолдауын насихаттау, студенттерге түсіндіру, рухани жаңғыруды сипаттау және патриоттық сананы ынталандыратын ұлттық құндылықтарды жаңғырту. Студенттердің бойында ұлттық сананы ояту, жас ұрпақ санасына, туған халқына деген құрмет, сүйіспеншілік, ұлттық рухты сіңіру, мәңгілік ел сөзінің мағынасын ашу, патриотизмге тәрбиелеу, отанды, елді, жерді сүюге, туған ел тарихын білуге тәрбиелеу. Халық біз ежелден-ақ өр мінезді, жаңғырудың енді міне келді кезі, шын қолдап елбасының саясатын, күн санап жаңғыруда елдің өзі. 70 жыл қызылдарға сыйын сақта, халқымыз сан жыл тапқан қиын шақта, енді бүгін жаңғыру кезеңінде ұлтыңның дінін, ділін, тілін сақта. Бүгінде айналаның нұрлы бәрі, тұр естіліп көңілді сырдың әні, кешегі бабалардың өсиеті, рухани жаңғырудың бір құрамы. Қазақ елі құрметке мәңгі лайық, тез өркендеп әлемді таң қылайық, рухани жаңғыруды шын түсініп, бәрімізде дәл бүгін жаңғырайық. Елбасының әр жолдауы ол еліміздің ертеңі. Абай атамыз айтқандай, бүгінгі жастар дүниенің кетігін тауып қалануды көздеу, қоғамдық өмірден қол үзбей, өз елін сүюге, өз елінің тұрмыс тіршілігін, салт санасын, әдет ғұрпын білуге міндетті. Сонымен бірінші жаңғыру. Қазақстанның бірінші жаңғыруы бәріміздің есімізде. КСРО-ның қирандысынан шығып, өз жолымызды қалай бастағанымыз жадымызда тұр. Сол кезде біздің буын іргетасынан бастап қолға алып, әлем картасында болмаған жаңа мемлекет құрды. Екінші жаңғыру. Қазақстан 2030 стратегиясының қабылдауымен және жаңа елорда Астананың салынуымен басталды. Еліміз экономикалық тұрғыдан артта қалған аймақтан шығып, әлемдегі экономикасы бәсекеге қабілетті 50 мемлекеттің қатарына кірді. Үшінші жаңғыру. Қазіргі жаһандық сын-қатерлермен күрес жоспары емес, болашаққа Қазақстан 2050 стратегиясы мақсаттарына бастайтын сенімді көпір болмақ. Ол ұлт жоспары 100 нақты қадам базасында өткізіледі. Сондай-ақ экономиканың әлемдік өсімінің орта деңгейден жоғары қарқынын қамтамасыз етуге және 30 озық елдің қатарына қарай тұрақты түрде ілгерілеуге лайықталған. Төртінші жаңғыру. Бұл жолдау жаңа әлемге, яғни төртінші өнеркәсіптік революция әлеміне бейімделу мен жетістікке жету жолын табу үшін не істеу қажеттігін айқындайды. Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» атты мақаласынан. Еліміз жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. Мен жыл басындағы халыққа жолдауымда Қазақстанның үшінші жаңғыруы басталғанын жарияладым. Осылайша, біз қайта түлеудің айрықша маңызды екі процесі, саяси реформа мен экономикалық жаңғыруды қолға алдық. Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі. Ол әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу. Сабағымызды елбасымыздың сөздерімен қорытындылай келе, 21 ғасыр Қазақстанның алтын ғасыры. Бұл бейбітшіліктің, тұрақтылық пен гүлденудің ғасыры. Қазақстан халқы ұлы тарихтың иесі атануға лайық. Біз көздеген мақсатымызға міндетті түрде жетеміз. Аңсарлы азаттығымыз бен тәу етер тәуелсіздігіміз баянды болсын дегім келеді. Біз өз отанымыздың патриотымыз. Мы патриоты нашей страны. We are patriots of our countries. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.